Қайырлы күн баршаңызға. Күріш суының пайдасы бар ма? Бүгін сол туралы талқылайтын боламыз. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Күріш суының пайдасы. Бұл ежелгі Қытай рецепті. Уақытпен тексерілген тән саулығын сақтау мәселесінде басты шара саналатын әдеттегі медициналық әрекеттер пайдасын тигізбеген кезде жасалатын амал деседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындары да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттармен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады, асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Дегенмен, күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, салауатты өмір сүруге қадам басыңыз. Мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді. Артериялық қысымды ретке келтіреді. Оба ауруының алдын алады. Онымен қатар оның косметикалық қасиеті бар. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Ертеде қазіргідегідей арнайы дайын сусынмен тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Бүгінде жиі айтылатын бұрынғының балалары мықты болған деген сөз осындай табиғи ас судың арқасы екені жасырын емес. Ертеректе күріш суының арқасында дисбактериоз, гепатит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. 1 стакан суға 1 ас қасық күріш жеткілікті. Күріш жартылай піскен шақта су түсі өзгереді. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. 1 аптаның ішінде оң нәтижесі байқала бастайды. Ал күрішті суға қайнатып, оған айран қосып ішсе, асқазан ішекті тазартып, ағзаны, теріні жасартатын дайын детокс дей беріңіз. 3 немесе 5 күнге созылған осындай диета ұстансаңыз, жасушалар да жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш айран ботқасын қалауыңызша жіберуіңізге болады. Күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды сауықтырады. Күріш суын жасау үшін сізге қажет 1 кесе пісірілмеген ақ күрішті және 2 кесе суды толтырыңыз. Күрішті жұқа торлы сүзгіде ағынды сумен шайыңыз. Бүгінгі таңда дәстүрлі медицинаны ұстанатындар мен салмақ тастағысы келетіндердің және өз денсаулығын күтіп жүретін адамдардың арасында тек күріш қана емес, сонымен қатар күріш қайнатпасы да танымал. Соның ішінде біз күріш қайнатпасының пайдасы мен зияны туралы әңгімелейтін боламын. Күріш суы несімен пайдалы? Күріш суы немесе қайнатпасы керемет қасиеттерге ие, бірақ бұл сұйықтың дәмі қоймалжыңданған және жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалы, қытайлықтар күн сайын таңертең 1 стақан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлап тазартады. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Минералдардан. Күріш сұйықтығында селен өте көп. В, Е, С тобындағы витаминдерден. Асқазанның шырышты қабағын орап емдейтін ұлпадан. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері бар. Ол ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады, зат алмасуды жылдамдатады, ағзаны уытты заттардан тазалайды, сусыздануды жеңуге көмектеседі. Дәрігерлер бұл күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап атап өткен болатын, бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Себебі бұл сұйықтықтың өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Тоқ ішектің қабынуы, іш қатуға бейімділік, жеке төзімсіздік. Егер сіз күнделікті тамақтану рационына дәнді дақылдардың қайнатпасын қосуды шешсеңіз, оны дұрыс орындаңыз. Сонымен, күріш қайнатпасын қалай дайындаймыз? Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецептер. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецепті бар, яғни қарапайымнан басталып бірнеше қадамдан тұратын рецептер де болады. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау. Кастрюльге 2 стақан су құйыңыз, қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып сүзіңіз.
Бұл сұйықтықты баланың ішіп өткенде қолдануға болады. Тағы бір рецепт құсу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стақан күріш пен тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтақтағышта ұнтақтап алыңыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да суытып, әр 2 сағат сайын ішіңіз. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірінші рецептін қолдансаңыз болады. 1 стақан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Күрішті суға салып, оны төмен температурада 2-ден 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Сондай-ақ күріш суын дайындаудың басқа тәсілін қолдансаңыз да болады. Құрметті тыңдарман, күріш суысыны 100%-ға әсер етсін десеңіздер, оны дұрыс ішкен жөн. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңертең асты күріш сусынымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі салмақ тастауыңыз мүмкін. Күріш суын бетке маска ретінде де қолдануға болады. Ол үшін күріш суын теріге жағыңыз да 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп жылтырап тұрады. Көріп отырғандарыңыздай күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық сұлулық салонының орнын ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағалағандары да таңқаларлық емес. Ал күріш суының ерекше мұра ретінде қазіргі заманның сұлуларына да берілген. Күріш суы күрішті пісіргеннен кейін қалған су. Ұзақ уақыт бойы шаштың күшті және әдемі болуына ықпал етеді деп есептеледі. Оның ең алғашқы белгілі қолданылуы Жапонияда 1000 жылдан астам уақыт бұрын болған. Бүгінгі таңда күріш суы тері күтім ретінде де танымал болуда. Ол теріңізді тыныштандырады және сергітеді. Тіпті әртүрлі тері жағдайларын жақсартады. Одан да қызықтырақ, күріш суын үйде оңай және арзан жасауға болатын нәрсе.